Күннің әсас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда менлі Нуза Бурсиетова çalışам. Қайырлы ақшамлар. Сессиядан сессияға же. Тапшырдым. Бүгін Русияде студентлер күні қайды тілем. Жематқа файда кетірген бизнес. Кырым Cumhuriyeti'nin hakimiyeti küçük ve orta bizneske milli проект çerçevesinde etraflama yardım gösteriyor. Қырымлы иш адамлар өз проектлеріні «Лучший социальный проект года» адлы Бутун Русия конкурсының федераль басамағында тақдим етежеклер. Миллет ве оның командасы. Миллет телеканалы бұл бұйық достане хорантадыр. Ананеви рубрикамызда архивариус Мустафа Гарибзаде ақында икәйе етеміз. Русияде студентлер күні ел январның 25-де қайды тіле. 1755 сене қышта императрица Елизавета Петровна Москва университеті яратылмасы ақта имарыны имзалаған еді. Бұл күні соңғы оқу аптасы екінлене, бұндан соң имтианлар тапшырыла ве кележек семестрге азырлық башлана. Қырым студентлері ақында левқымызна сәрітіңіз. Лиля Велиева екінші курс студенті. Журналист олмаға істей. Шунны чун китапхане оның севімлі ерлерінден бірідір. Студентлер тек китапларны дегілде. Чешіт сенелерде шыққан мejmua ве газетлеріні қолана білелер. Қыз яшлар мejmuасының муариет коллегиясының азасыдыр. О уч рубрика үшін малюмат азырлай. Нешір елда екі кере чыға. Шунны чун жемаат ішінен оғрашу фоқовға кедер етмей. Бу тамам бір елі велседі. Журналистика фенлері Ожасы Шукурджиева Зельфира Шевкетовна Қырымда ilk яшлар мejmuасы яратылуында күчлерімні санап бақмаға теклиф етті. Мен әлбетте чоқ тұшынып отырмадым, разы олдым. Ве бу йөнеліште çalışып бақмаға қарар алдым. Тапшырдым. Бұл бақтлы студентінің ады Халил Клеблеев. Бүгін о курс ішіні тапшырды. Тап 11-ші сыныфта қайда оқой жағыны біле еді. Бабасының изінден кетмеге қарар алды. О да Февзи Якубов адына университетіні бітірді. Олajaq менеджер рақамларнен тіл тапа. Оқув она енгіл келе. Оджалар ве курсдашларнен де арасы пек яқшы. Менеджмент – бұл ажайып бір азырлық йөнелішідір. Чүнки инсани ресурсларны идаре етуге о қадар терен далмақ, менімже бұл уникаль бір зенааддыр. Оқувдан ғайры яшлар егленмеге де вақыт тапалар. Ең esасы вақытыны доғру пайлаштырмақ. Халил бұны яқшы біле ве әршейні доғру түзе. Мен енді 6 жылдан берлі Юнан-Рома күреші оғрашам. Мен МД университетінің фальжелерінден бұрым. Бізім студентлік профсоюзында спортив комиссияның рейсі олам. Умумен Февзи Якубов адына Қырым Мундислик педагогика университетінде 7 бинден зияде студент тасил ала. Али оқув юртта 5 факультет ве 30 кафедра чалыша. Студентлер күнінен мемлекетіміздің яшларыны МД Русия президенті Владимир Путин хайырлады. Бізім студент яшларымызны, ординаторларны, аспирантларны, МДЛБ тали оқув юртларда оқымаға азырланған мектеп талибелерні бұ ажайып байрамнен хайырламаға истередім. Енді бұйық олып, çalışқанларны да қайырлайым. Чүнки студентлік аға қардашлығы, ажайып студентлік девірі аққында қатыра, бұтын омыр бізнен қала. Қырым елбашчысы Сергей Аксенов да студентлерні байрамнен хайырлады. О Cumhuriyetте Али мектепнің зенгін ан-анелері бар, деп қайт етті. Студент яшлар жемаат яшайшында волонтерлық әрекетінде фаал иштирак ете. Яш мутихасыслар, ижади ве первасыз қалмаған яшлар ерде керек. Иқтисадиетнің ве ичтимаиетнің епысы сааларына, акимиет органларына желп етілув. Cumhuriyet акимиетнің ішіне esas вазифелерден бірі сайыла. Студентлерні, ожаларны ве устазларны, оқуған яшларны епысыны байрамнен хайырлайым. Яны мувафақиетлер ижади осыф ве зенаат усталық артмасыны, ен яқшы шейлерні Умумен Қырымда 40 бинге яқын студент оқуй. Яқын келечекте бұл сайы тек артажақ. Оларнен бірге есе чешіт йөнелішлерде çalışacak мутихасыслар чоқлашачақ. Жүмлесі Қырымға файда кетірмек мақсадлы или çalışacақлар. Дауд Чахалов, Вервин Эмиралиев, Миллет Ичун. Cumhuriyet Anayasasına dengişmeler көрсетілуі бойынша iş Қырымның Devlet Şurasında başlandı. Bu haqta parlament президиумының топлашуында спикер Владимир Константинов хабер етті. Деңішмелер арасында Cumhuriyet yolbaşçısı vazifesine бір шахыс екі müddеттен зияде кере тайынледмек сынырлануларны алып ташламақ. Bundan da gayrı devlet hakimiyeti organları yerli os-osını idare etuf organlarının şekillenmesinde iştirak etmeleri hakkında malumat koşulacak.
Олар бойле ерлі идаре ету бойынша ем вазифеге тайынленувде, эмде вазифеден бошатылувда иштирак этежеклер. Анаясада да бір деңішме ола біле. Қырым прокуроры намзетіні елбашчы ве Жумхуриетнің Девлет Шурасы ile уйғынлаштырмақны лягу етмеге планлаштыралар. В стране продолжается масштабный... Федераль девлет акимиеті органларының қарышықлы мұнасебетлер системы деніші. Оларның вазифелері айры жа қайдетілі. Бізім Жумхури системамызды денішмелерге көре тізілмек керек. Бұндан да ғайры. Қырым анаясасы қабыл етілген күнден берлі 8 ел кечті. Енді түзетмелер кірсетмек вақты келді. Шу жүмледен бойле денішмелер бар ки, олар Русия Федерациясы анаясасына түзетмелер кірсетілігі сайысында пейда олды. Бұндан да ғайры Қырымның Девлет Шурасы Жумхури парламент мебуслары сайлануының теркібіні деңіштірмеге планлаштыралар. Бір мандатыларының сайысы екі кереге артажақ. 50 мебус бөлгелерде сайланажақлар. Фирқа жетбелері бойынша есе тек 25 мебус қалажақ. Владимир Константинов аңлатты ке деңішмелер Девлет Шурасы ве ерлі акимет арасындаки бағны пекетмеге ве мебусларны сайлавчыларға бағламаға имкан бережек. Гезли казиноның тешкелятчыларыны ФСБ ве Росгвардия хадимлері керічті яқаладылар. Бұ ақда Қырым Жумхуриеті ве Ақяр шыры бойынша чалышқан идарелікнің матбуат қызметі хабер етті. Беле олды ки керичнің дорт сәкіні пара қазанмақ үшін ойын залының ішіні ве программ теменленуыны тәшкілеттілер. Оператив тәдбірлер кечірілеуі кетешатында ОФСБ хадимлері анылған шақыслар қанунсыз фаалиетінен оғырышқанларыны анық әттілер ве бұ дәлел ресмилештірілді. Керич шерінде ерлешкен ойын залында компьютер техникасының 9 комплекті чекі палынды ве экспертизаға йоланылды. Экспертизаның нәтижесінде жинайы иш açылуы ақында қарар қабул етілежек. Бұл қанунсыз ойынлар тешкілетілуі ве кечірілуі адлы маддедір. Казино тешкілетчілары 6 елға жа азатлықтан марум етіле білелер. Оларға әмде бұйық пара жазасы тайынленмесі мүмкін. Қырымның ең яқшы ijtimai иш адамларының проектлері «Лучший социальный проект года» адлы Бутын Русия конкурсының федераль басамағында тақдим етежеклер. Конкурсның региональ севесінде иштирак етмек үшін 42 истек білдірілді. Нәтижеде оларының 8-і ғалып шықты. Бұл ақта Сусана Садыкованың левқасы. Çalışkan tıkış машиналарының давышы ветері құқылсы. Бұл астаханеде иш қайнай. Гузель Газиева мында енді бір елдан берлі çalışа. Айта ке, тікіжілік ұсталығы сасында эсас білгілеріні мында алды. Шымды енді осишіні 100% білі. В данный момент я подготавливаю... Шымдыки вақытта мен чанталар үшін қайышларны азырлайым. Оларны біз елінен топлаймыз, бұның айры бір техникасы бар. Епсі чанталарымыз елінен тікілі. Тек бір істесіна чантаның жеблері олса. Оларны тікіш машиналарда тікеміз. Муэссиседе 40-дан зияде адам çalışа. Олар чанталар, кушақлар, анықтарлық әмді весіғалар үшін қаплар тікейлер. Муэссисе өз фаалиетіні 2021 сенесі башлады. Венді бір елдан зияде реабилитацион мерkezінің шефі оларақ ішбірлікте çalışалар. Муэссисе «Лучший социальный проект года» ады конкурсының региональ басамағында номинацияларының бейінде ғалип чықты. Нам постоянно нужны дополнительные рабочие руки. Бізге дайыма қошма ішчілер керек, олар кеткете етішмей. Сатувларымыз арта, қызлар тікіп етіштірмейлер. Реабилитацион мерkezге азырланған шейлерні алып кетеміз. Қызлар оларны анда бір-біріне қошып тікелер. Боялайлер весон олар бізге қайта. Азыр шейні елді етеміз, олар анда бізім мындаки тікижилеріміз кібі айлықлар алалар. Бала мерkezінде кенчелер вақытыны шен кечерелер. Олар нен логопед, дефектолог, верухиячы çalışалар. Бір кенчеге айрыржа янашалар. Меркез бір елдан зияде çalışа. Башында мерkezге егрім бала қатнайды. Шымды есе бұ ерде тәрбие алғанларының сайысы 60-ға яқын. Ана бабалар мутехасысларға ишаналар. Бала инкишаф меркезі ijtimai хызметлер сасында «Лучший социальный проект года» адлы Бутын Русия конкурсының региональ басамағында дипломыны elde etті. Мы еще совсем юные. Біз да пек яшмыз, ішіміз да енді башлай. Хаталарымыз üzerinde çalışамыз. Илерде çok şeyler planlaştıramız. Yani gruppalar açmağa niyetimiz бар, ama olar hepsi ruhiyatçının yardımıyla çalışacak.
Кырымда кичик ve орта бизнес ile оғрашхан 110 müessese ijtimai statusu elde etdi. 2021 sene yıllık konkursta iştirak etmek için 42 iş adamı istek bildirdi. Onların 8'i galip çıktı. Konkurs yıl geçirildi. Onun teşkilatları iş adamlarga destek fondunun innovatsiyalar ijtimai sahasının merkezi ve Kırım Cumhuriyeti'nin iktisadi inkişaf nazirligi olalar. Правительством Республики Крым Кырым Cumhuriyeti'nin hakimiyeti küçük ve orta bizneske milli proyekt çerçevesinde etraflama yardım gösteriyor. Faaliyet genişlenmesi yanı biznes planlar ve ijtimai iş adamlarının proyektleri için subsidiyalar şeklinde grant paraları beriliyor. Men belesem adamlar müracaat etseler, faalci kayıt olunsalar ve ijtimai müessese statusunu elde etseler, grant destekini elde ederler. Regional galipler öz proyektlerini konkursunun finalında takdim edecekler. Bu tedbir 2022 senenin fevral ayında geçecek. Susana Sadıkova, Maksim Golubyev, Millet için. Улы ватан женкіне бағышланған «Женк статистика тағдырлер» деп адланған сергі Таврида меркези музейде açıldı. Teşkilatçılar арби тарихи тетқиқатларнен оғрашқан Шарқи Қырым меркезі oldu. Экспозиция айны шу ерде тақдим етілді. Бұл ярымада территориясында жен құрышылары кеткен ерлерде тапылған шейлер. Русия Федерациясы Мудафа назирлігінің весиқалары ве фотолардыр. Бұл сергі халқымыз башындан кешірген фаджия ақында да бір текрарлавдыр. Ни для кого не секрет. Бір кімсе үчүн сыр дегіл. Земаневи несілінің, яшларының женк ақында білгілері біз істегеніміз қадар чоқ дегіл. Бұл күчік сергінен біз ғалебе насыл қазанылғанына, улы ватан женкінде не қадар адам әләк олғанына диққат айырмаға истедік. Асылында бір силалы зиддиетлерде адамлар оле. Бұл женклешкен адамлар үчүн, әмде оларының яқынлары ве туғанлары үчүн не қадар бұйық фаджия олғаныны көстермеге тырыштық. Ялтада барде Ивушка адлы бала бақчасыны açмаған ниетленелер. Масандрада ise балалар үшін санат мектебі çalışы башлажақ. Тыш қызметшілер де проектлерде деңішті. Авада өз түзетмелеріні қошты. Шу объектлер шымды насыл алда олған аққында небетті көлев қамызна сияретіңіз. Құруculuk тавушлары эшетіле, қығылчымлар уча. Ялтада бала бақчасы тамир етіле. Делаем ступеньки. Янгын мердівенінде мұна бойле басамақлар ясаймыз, олар мұна бойле олар. Ашханеде плитка тешеле электрик теллер чекілді. Бинанын екі қатында да пенжере қапылар ерлештірілді. Ичкі ишлер алып барала. Бұнен бір вақытта азбарда канализация ве сувнен темир ету системасы монтаж етіле. Құруculығының умуми мейданлығы 700 квадрат метрден зияде. Бұл шерінің ескі районы үшін пек бұйық ердір. Капиталь Тамират адрес инвестицион программа бойынша алып барыла. Контракт 60 миллион рублелік. Тыш қызметчі октябрьнің сонында денішті. Подрядчик не... Тыш қызметші ішлеріні баш етіп оламады. Бізге етіп келген объекті ішкі ішлер япылмаған еді. Шымды біз шейіні түзетеміз. Бала бақчасында уч группа çalışайды. Оларға умумен алғанда 100-ге яқын бала қатнайды. 2000 сене müessese işini тоқтатты. Бақча 20 ел девамында бақылмай тұрды. Шымдыда аман-аман азыр, оны қавелештірелер. Егер ава кедер етмесе, енді март айында мында кенжелер келе білечеклер. Масандра қасабасында санат мектебі бинасының капиталь тамираты 2020 сененің июнь айында башланды ве августның сонуна екінленмек керек еді. Ама Тамират кетішатында проектны төзетмек керек олды. Ичкі деварларны сылавнен тегізлейлер. Электрик телер де чекеле. Сантехниклер сув боруларыны комелер ве исинув системасынен оғрашалар. Деварларда ве табанда борулар үшін тешіклер қазыла. Тезден бинанын беті ве азбарыны абаданлаштырмақ үшін малземе етіп келечек. Контрактның фияты 17 миллион рублені тешкілете. Біз таркретирование япты, армирование кечті, деварлар қавилештірілді. Қышқа яқын пенжерелеріні қойдық, сыжақ олсын деп. Дамны деңіштірдік, яңысыны тошедік. Бұл ерде бір сменада 9 киші çalışа. Тыш қызметчілер айтқанларына көре ишлер инда апрель айында екінленмесі үшін шей етерлі. София Джумирова, Эльмас Аблакимова ве Алим Сейдалиев. Милет үшін. Ялта.
Біз бұйық телевизион айлеміздің хадимлерінен таныш еткен левхалар циклыны девам етеміз. Коллективімізде ойлы адамлар бар ки, оларның іші экрандан көрінмей, амма бұ ішінің мұйымлігі бұйықтыр. Чешіт интернет-платформаларда видео-контентке техник талаплар фарқлы. Иштимай яғларда левхалар доғру ерлештірілмесі керек. Оларны сержілер дүнияның чешіт көшелерінде беклейлер. Бүгін бізім левхамыздың қараманы архивариус Мустафа Гарибзаде. Бір эфирден сон хаберлер чығышлары Левхалар телеканалының сайтында MD иштимай яғларда нешір етіле. Хаберлер порталында çalışқан архивариусының вазифесі бұны тез ве хатасыз япмақтыр. Бүгін біз бойлы инсан ақында тариф етеміз. Мустафа Гарибзаде, таныш олыңыз. Saat 7 çalışıp başlamağa vaqt keldi. Архивариус işinin yaxşı tarafı şunda ki, sen dünyanın istеген yerinden çalışa bilesin. En esası kompüter ve internet olmalı. Ama bu al mesuliyetlikni eksiltmey. Bu zinadaşımız ictimai ağlarda canlı yayını alıp bara. Haberler çıkışlarını neşir ete. Ya da sadece aytsaq videonu kese ve internetke töke. Umumen alganda kontentnin sutkada 24 saat çalışa. Millet ile Mustafa Garibzade 2019 sene tanış oldu. Gerçek aytsam, men milletke kelgenimde, men televizyon dünyası nasıl tizilgenini atta tasavvur etip olamaydım. Tek televizorda көргенлерім. Ama bu dünyaga kirgen soң anglap başladım. Bu pek büyük ve pek meraklı bir yöneliştir. Operativ ve dikkatlik. Mustafa onun işinde eki en mühim keyfiyetini belgiley. Bundan da gayrı kontent aktualligini joymamak gerek. Hem de hatasız olmalı. Teknik bilgileri bu işini tezce becermege imkan beri. Mustafa Garibzade'nin zanaatı programist mühendis. İşimi men begenem, çünkü bu kompüternen bağlı iştir. Video muarirlernen kullanam, fotolarını düzetem. İş ekseri vaktını ala, amma sevimli ailesini dikkat ayırmak için bir kaç dakika vakit tapıla. Men evlim, menin bir kızım var. Bu insanlar olmasa, men böyle çalışıp olamaz edim dep düşünem. Çünkü olar manga vakit ilham beriler. Açsızlıkka uğramağa bermeyler. Mustafa'nın da iki kız kardeşi var. O pek yaxşı ağadır. O vakit bana yardım ete. Onun işi yengil olmasa da. O aman bütün gün çalışa. Hobbi degen merakları da var. Saytlar yaratılığı, onların dizaynı bu Mustafa Garibzade için meraklı yönelişlerinin tek bir kısmıdır. İşten gayrı men futbol bakmağa pek sevem. Elbet men en faal muhlis olam demem, ama hepsi bir. Bunen birge IT sahası haqda makalelerini okumağa sevem. Yangi bir şey peyda olsa, bir texnologiyalar, IT dünyasında yangi bir şeyler, bu menim için pek meraklı. Millet telekanalında çalışkan hadimlerinin işi saat çalışkanını andıra. Her şey vakitinde ve keyfiyetli olmalı. Herkesini bir maksat birleştire. Bu her şey millet için yapıla. Millet teлеканалы bu büyük dostane xorantadır. Çünkü bizim kollektivimiz pek yaxşı, pek dostane. Kollektivde herkes öz işinin mütehassisi olsa, çalışmak pek kolay. Daud Чахалов, Максим Голубев ve Alim Seydaliyev, millet için. Bu noktada yekunleyim, bizile olunuz.